Дәрі ішуден бұрын мына қайнатпаны ішіп көріңіз. Үй жағдайында бұл қайнатпаны дайындап ішсеңіз, нәтижесін бірден байқайтын боласыз. Бұл қайнатпаның емдік қасиеттері туралы осы видеода айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сондай-ақ сіздің денсаулығыңызға пайдалы ақпараттар менің арнамда өте көп, сондықтан бірден тіркеліп алыңыз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары екені белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білеміз? Пияз қабығының қайнатпасы қандай ауруларға ем? Пияздың қабығы Е, Б, С, ПП дәрумендеріне, сондай-ақ калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементтеріне өте бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттардың арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке де ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады, әрі оны жасартады. Жүрек-қан тамыры ауруларының алдын алады. Еркектік қуатты арттырады, иммунитетті нығайтады. Жаман аурумен күреседі, ағзаны шлактан тазалайды. Аяқ ауруларын емдейді, шаршауды басып қуаттандырады. Ағзаны құрттан арылтады, ішек жолдарын реттейді, асқазанның жұмысын жеңілдетеді, мидың қан тамырларын тазалайды, қан қысымын қалпына келтіреді, қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын реттейді, терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Жүрек қан тамыры жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді. Жүрек қағысын реттейді. Асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді. Ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады. Әрі бүйрек ауруының алдын алады. Қан айналымды реттейді. Варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруларын айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Инфекциямен күреседі, суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа, сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшықеттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырады, қуаттандырады, әрі жылтырлығын арттырады. Ал бұл қайнатпаны қалай дайындаймыз? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияз қабығын 2 стакан суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруынан айығасыз, суық тигізуден сақтанасыз, тәбетіңіз артып, қан тамырларды тазалап аласыз. Ал холестериннен құтылып, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішіңіз. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стакан араққа саласыз. 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қою керек. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосуыңызға болады. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдайсыз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, 2-ден 1 ас қасық бақпақ, яғни одуванчикті және 2-ден 1 ас қасық мыңжапырақ шөбін араластырасыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 мл-ден ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Ал емделу ұзақтығы 10 күн. Сондай-ақ пиязда эфир майларының мөлшері өте көп. Ежелгі грек дәрігерлері пиязды семіздіктен арылу үшін ем ретінде пайдаланған. Пияз шырыны жастықтың қайнар көзі. Пияз құрамындағы мырыш теріні жақсартады, оның серпімділігін қалыпқа келтіреді. Пияздан жасалған бет маскасы әжімдерді тегістейді, теріні ағартады. Түйінді пиязды үкіштен өткізіп, бал қосыңыз. Бетке зәйтүн майын жағып, пияз бен бал тұнбасын жағыңыз. Бет құрғай бастағанда тұнбаны тағы 2 рет жағыңыз.
Бетіңізде шамамен 30 минуттай ұстайсыз. Содан соң бетіңізді жылы сумен жуып, айран жағып қойыңыз. Айран пияздың жағымсыз иісін кетіріп, теріні тыныштандырады. Мұндай масканы араға 2 күн өткізіп жасап тұрсаңыз абзал. Маска барлығы 10 мәрте жасалған соң бетіңіздегі әжімдер тегістеліп, теріңіз ағарады. Сепкілдер мен қара дақтар кетеді. Беттің сопағы тартылып, жинақталады. Пияз сығындысы жасушаларды жасартатын сиқырлы сусын. Оның құрамындағы аскорбин қышқылы, йод, фитонецидтер мен кверцетин флавоноидты тері жасушаларының жасаруы мен қалпына келу процестерін жылдамдатады. Пияз тұнбасын ішу арқылы сіз тұмау ауруларының алдын аласыз, беттеріңіздің реңкін жасартасыз. Тұнбаны дайындау үшін 10 пияз бен 1 тал сарымсақты тазалап, 1 литр сүт құйып, 1 сағат бойы қайнатыңыз. Піскен сүтті сүзіп суытасыз. Суыған сүтке 2 ас қасық бал қосыңыз. Тұнбаны тоңазытқышта қақпағы жабылған әйнек ыдыста сақтау керек. Сығындыны аптасына 5 рет 1 ас қасықтан тамақ ішер алдында қабылдайсыз. Иммунитет үшін бұл аса пайдалы. Пияздың өткір иісі бастың ауырғанын басатын көрінеді, өйткені пияздың құрамында фитонцидтер көп. Пияз сығындысы тырнақты да қатайтады. Асқазан ішек жолдарының қызметін жақсартады. Ағзадағы улы заттарды айдайды. Пиязды аптасына 7 күн бойы жеген абзал. Ал пияз көжесін ішсеңіз, қаныңыз тазарады. Денсаулығыңыз нығайып, артық салмақтан арыласыз. Пияз сорпасын әзірлеу үшін 6 пияз, бірнеше тал қызанақ, 1 тал қырыққабат, 2 тал болгар бұрышы, 1 түйін балдыр көк, 1 түйін ақ желкен қажет болады. Көжеге талғамыңызға қарай сарымсақ, кәді, қояншөп, сәбіз қосуға болады. Көкөністердің қабығын аршып, турап, дайын болғанша қайнату керек. Піскен сорпаға дәмдеуіштер мен бұрыш қоссаңыз құба-құп. Сорпаны күніне 3-4 рет ішіңіз. Осылайша 1 апта бойы жоғарыдағы диетаны ұстансаңыз, салмақ тастайсыз. Тамырларыңыз тазаланып, ас қорыту жүйесі жақсарады. Иммунитетіңіз нығаяды. Түйінді пияздың әйелдер қауымы үшін пайдасы аса зор. 1 тал пиязда А мен С дәрумендері, кальций, калий мөлшері өте көп. Бұлар әйел ағзасының тұрақты жұмысы үшін аса қажетті болып саналады. Сондықтан күніне 1 тал түйінді пияз жегеніңіз жөн. Пиязды тамақтың көп түрлеріне қосуға болады. Мысалы, бесбармақ, палау, сорпа, лағман сияқты тағамдардың барлық түрлеріне қосуға болады. Ал сіз пиязды қаншалықты жиі тұтынасыз? Бұл туралы сіздің пікіріңізді комментарийде күтетін боламын. Каналға тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісе кетіңіз.